Рухани жаңғыру бағдарламасының шарапаты тиген Шабдаржаб ауылы. Ақжайық ауданына қарасты Орал Атырау тас жолы бойында орналасқан елді мекенде 150 үй түтін түтетіп отыр. Осыған дейін ауылда бақша, мал суару секілді шаруашылық жұмыстарына қажетті техникалық судың тапшылығы байқалатын. Бүгінде жергілікті кәсіпкер Талғат Мұхамедияров бастаған ауыл тұрғындары өз күшімен ауылға техникалық су жүйесін тартып алды. Игілігі мол, елбасының бағдарламасы аясында 4 миллион 800 мыңға жуық қаражат жиналып, жазғы мезгілде жайықтың суы жұрттың ауласына ағып келетін болды. Бастапқыдан 1 километрдей тұрып алып, екінші үйінің 3-ші жыл болды, Алла қаласа. Солай тіршілік жасаған. Бұдан кейін әкімшілігіміз мына үмітпен трансформатор алып келіп, новый мына столба желілерін жүргізіп беріп электросеть. Солай ауыл болып тіршілік жасап жатыр. Сағима Бақтығалиева бұл ауылдың байырғы тұрғыны. Мал шаруашылығынан бөлек бақша өсіруді де қолға алған отбасы күзде жинаған картопты бүгін азық қып жеп отыр. Айтуынша, осыған дейін ауыл тұрғындары қара суды тасымалдап, сатып алуға мәжбүр болатын. Бүгінде бұл мәселеде шешімін тапты. Рухани жаңғыру бағдарламасында енді осы жасап жатырған игі істері жастардың алға қарай көркейе берсін, жақсара берсін деймін. Алға қарай өркендей берсін еліміз. Осындай балалардың жасап жатырған жұмыстары жемісті болсын. Бізге көптеген пайдалары тиіп жатырсын. Мынау ауылда су жүріп жатыр деп айтып жатырмын жаңағы енді. Сондай жақсылықтар бола берсін деймін алда. Бұрын бадабозбен тасып ақшамызға аламыз, құйдыртамыз, оған көп ештеңе жасай алмаймыз. Қазір енді мынау су келгеннен бері қарай жақсы азымыз егінімізді егіп, алға қарай соны көбейтеміз. Жеміс ағашын егеміз деп пландап отырмыз, енді жоспарлап алған. Жақсы жұмыстар жүріп жатыр деп есептеймін. Өткен жылы ауылда қала халқы қызығатындай су жаңа мектеп пайдалануға берілді. Бұрын адам аярлықтай ғимаратта білім берілген мектептің орнына бой көтерген жылыда жарық білім ошағы облыс әкімдігінің қолдауымен салынды. Ашылуына өңір басшысы арнайы барып, тұрғындар қуанышын бірге бөліскен болатын.